Құрылысымен атқаратын қызметі бойынша эукариоттық жасуша сан алуан. Дегенмен мыңдаған жасушалардың құрылысын сипаттайтын ортақ белгілерді ажыратуға болады. Кез келген эукариоттық жасуша үш құрылымдық функционалдық бөліктерден, беттік кешеннен, цитоплазманың және ядродан тұрады. Эукариоттық жасушалардың әрбір бөліктерінде мембраналық элементтер болады. Мысалы, беттік кешеннің сыртқы мембранасы, цитоплазмадағы мембраналық органоидтар, ядроның екі қабатты қабықшасы. Барлық жасуша мембраналары жасуша тіршілігінде маңызды рөл атқаратындықтан мембраналарды зерттеу назар аударуға тұрарлық. Барлық биологиялық мембраналардың құрылысы бірдей, олар жұқа липопротеидтік қабықша тәрізді, құрылымдық негізін липид молекулаларының қос қабатымен оларға батып орналасқан нәруыз молекулалары құрайды. Жануар жасушасының мембраналарында липидтер мен нәруыздардың салмақтық арақатынасы бірдей, дегенмен кейбір жасушалық құрылымдарда өзгеріп отырады. Мембраналардың құрамына көмірсулар да кіреді. Олардың үлесі 2-10%. Жасуша мембраналарына тән липидтерге фосфолипидтер, сфинголипидтер және гликолипидтер жатады. Фосфолипидтер жануар жасушасында жиі кездесетін мембраналық липидтердің тобы. Мәселен, митохондриялардың мембраналарының барлық липидтерінің ішінде олардың үлесі 80%. Мембраналық құрамына липидтерден басқа липоидтар да кіреді. Жануарлар жасушасында бұл топқа жататын холестер болады. Өсімдік жасушаларында холестеролды фитостериндер алмастырады. Биологиялық мембраналардың липидтері функционалдық тұрғыда ерекшеленетін екі бөліктен зарядталған полярлы гидрофилді бас пен полярсыз гидрофобты құйрықтан тұрады. Фосфоглицеролипидтердің молекуласының басы спирттер мен амин қышқылдар тобымен байланысқан фосфор қышқылының қалдығынан, ал құйрығы май қышқылдарының екі тізбегінен тұрады. Фосфосфинголипидтердің сфингозиннен түзілген басы бір май қышқылды құйрығы болады. Липидтер молекуласының қос қабатында липид молекулаларының құйрықтары бір-біріне қарап, ал полярлы бастары сыртқы жағынан гидрофилді бет түзе орналасады. Липидтердің құрылымында полярлы бас пен полярсыз құйрықтардың болуы мембраналардың тұйықталған іші қуыс түтік немесе қап тәрізді көпіршіктің түзілуіне себеп болады. Мембраналық нәруыздар молекулаларының мөлшері фосфолипид молекулаларының мөлшерінен 30 есе көп болғандықтан олар билипидті қабатқа батып орналасады. Мембраналық нәруыздардың үш тобын ажыратады: интегралды, жартылай интегралды және перифериялық нәруыздар. Интегралды нәруыздар мембрананың қалыңдығында толық орналасқан полярсыз және полярлы амин қышқылдарға бай бөліктерден тұрады. Осыған байланысты интегралды нәруыздардың полярсыз гидрофобты бөлігі билипидті қабатқа батып, ал полярлы гидрофилді бөлігі липидтердің басымен қосылып, сулы фаза жаққа қарай бағытталып орналасады. Жартылай интегралды нәруыздардың гидрофобты амин қышқылдары нәруыз глобуласының полюстерінің бірінде орналасқандықтан, олар мембранаға жартылай батып орналасады. Перифериялық нәруыздардың гидрофобты домендері жоқ болғандықтан, олар мембрананың сыртқы немесе ішкі бетінде ғана орналасады. Биологиялық мембраналардың құрылысы олардың ортақ қасиеттерін айқындайды. Мембраналардың қасиеттеріне ағымдылық, өздігінен жиналуға қабілеттілік, асимметрия және жартылай өткізгіштік жатады. Жануар жасушасы мембранасының ағымдылығы мен өздігінен жиналуға қабілеттілігі мембрананың құрамына кіретін липид молекулаларының үздіксіз қозғалыста болуымен анықталады. Липид молекулалары өз өсінде айналады, бүйір бағытта қозғалады, тіпті бір моноқабаттан екіншісіне секіреді. Бір липид молекуласы 5-10 секунд ішінде жасушаның ұзындығына тең ара қашықтықты жүріп өтуге қабілетті. Мембрананың ағымдылығы липид молекуласының май қышқылды тізбегінің ұзындығына және тізбекті құрайтын көмірсу атомдарының арасындағы қос байланыстар санына тәуелді. Липидтердің май қышқылды тізбектері неғұрлым қысқа да қанықпаған болса, олар мембрананың құрамында тығыз қапталып, мембрана соғұрлым ағымды болады. Мембраналардың ағымдылық немесе сұйықтық дәрежесі олардың өткізгіштігін анықтайды.
Өткізгіштік төмен болған сайын бейлипидті қабат арқылы молекулалардың диффузиялану жылдамдығы соғұрлым төмен болады. Сондай-ақ мембраналық нәруыз молекулаларда қозғалуға қабілетті. Биологиялық мембраналардың асимметриясы сыртқы және ішкі қабаттардың бір-бірінен липидтер мен нәруыздар құрамы бойынша ерекшеленуінен көрінеді. Сондықтан мембраналардың әртүрлі учаскелерінің функционалдық қасиеттері де әралуан. Мембраналардың жартылай өткізгіштігі оның әртүрлі молекулаларды бірдей өткізбеу қабілеттілігімен байланысты. Мембраналар арқылы ірі молекулалар иондар өте алмайды, ал зарядталмаған және гидрофобты ұсақ молекулалар еш кедергісіз өте береді. Жасушаның беттік кешені немесе цитотека біртұтас құрылымдық функционалдық түзіліс. Цитоплазмалық мембранадан, яғни плазмалеммадан, мембрана үсті кешеннен, өсімдіктер мен саңыраулықтарда бұл жасуша қабырғасы жануарларда гликокаликс түрінде беріледі және субмембраналық кешеннен тұрады. Атқаратын қызметіне сәйкес беттік кешенді рецепторлық барьерлік транспорттық жүйе деп атайды. Беттік кешеннің негізін плазмалық мембрана немесе плазмалемма құрайды. Қалыңдығы 10 нанометр, құрамына бірдей салмақтық ара қатынаста липидтер мен нәруыздар және гликолипид пен гликопротеин молекулалары кіреді. Плазмалемма мынандай құрылымдық функционалдық ерекшеліктермен сипатталады. Бірінші, плазмалемма липидтердің қос қабатынан тұрады, оған нәруыз молекулалары батып орналасады. Екінші, плазмалемма нәруыздары липидтік биік қабатқа орналасуына байланысты үш топқа бөлінеді. Перифериялық нәруыздар бейлипидті қабаттың сыртында орналасады, мембрананың бетімен осал байланысқан. Интегралды нәруыздар бейлипидті қабатқа толық батып орналасады және жартылай интегралды нәруыздар бейлипидті қабатқа жартылай батып орналасады. Үшінші, плазмалемманың липидтік молекулалары үнемі қозғалыста болғандықтан ол өздігінен жиналуға қабілетті және ағымды. Төртінші, плазмалемма асимметриялы. Бесінші, плазмалық мембранаға іріктемелі өткізгіштіктен. Мембрана арқылы ірі молекулалар иондар өте алмайды. Оттегі көмірқышқыл газы, азот сияқты зарядталмаған және стероид тәрізді гидрофобты ұсақ молекулалар еш кедергісіз өте береді. Алтыншы, плазмалемма мембраналық потенциалды ұстап тұруға қабілетті. Плазмалық мембрананың сыртқы жағы теріс, ішкі жағы оң зарядталған. Мембрана үсті кешені жануарлар жасушаларындағы гликокаликс плазмалық мембрананың сыртқы жағындағы мембраналық гликопротеидтер мен гликолипидтердің олигосахаридті және полисахаридті тізбектерінен плазмалемманың сыртқы бетімен байланысқан перифериялық нәруыздан тұратын қабат. Қалыңдығы 3-4 нанометр. Субмембраналық кешеннің құрамына плазмалеммаға жанасатын цитоқаңқа элементтері, микротүтікшелер, микрофиламенттер, аралық филаменттер бар, гиалоплазма кіреді. Кешенде цитоплазма жағынан плазмалеммаға жанасатын перифериялық нәруыздар болады. Беттік аппарат әртүрлі функцияларды орындайды. Қоршаған ортадан жасушаға және кері бағытта заттарды тасымалдайды. Жасуша мен қоршаған орта арасындағы зат алмасуды реттейді, химиялық және физикалық белгілердің рецепциясын жүзеге асырады, жасушаның пішінін сақтауға қатысады, оның зақымдаушы әсерлерден қорғайды, түрлі жасуша аралық байланыстарды қалыптастыруға қатысады.